Солтүстік Қазақстанға жалғасты сапар үстіндеміз. Бағана айтып өттік, енді солтүстік райондарға көшіп барғандарға негізінен үй алуға, үй сатып алуға 7 миллион теңгедей көмек беріледі. Сонымен бірге әрбір отбасына 200 мың теңгеден жәрдемақы беріледі. Енді бұдан сырт айтпақшы болғанымыз, егер сіздер бір бизнес бастайтын болсаңыздар, сауда саттықпен шұғылданатын болсаңыздар, онда үкіметтен 1,5 миллион теңге көлемінде қайтарымсыз грант алуға болады. Сонымен бірге, егер де одан да үлкен сауда саттықпен шұғылданамын десеңіздер, онда үкімет ең төмен пайызбенен банкеден кредит алуға көмектеседі. Одан ары қарай өздеріңіздің сауда саттықты жасап, яғни мал шаруашылығымен, яғни егін шаруашылығымен шұғылданып, өздеріңіздің тұрмысты жақсартуға, ары қарай жұмыс жасауға көмек береді деген сөз. Енді солтүстік районға келсеңіздер, жардам деген көп, берілетін көмек көп. Әйтеуір жақсы. Бұл жер мал бағуға да қолайлы. Көріп отырсыздар міне. Терек, орман, барлығы дайын. Малмен айналысатын болсаңыздар, шөп барлығы есігіңіздің алдында. Алысқа бармайсыз, барлығын орып аласыз. Қыстай малға беретін жем-шөп жеткілікті деген сөз ғой. Мал бағуға негізінен өте қолайлы жерлер. Мейлі ұсақ мал болсын, ірі қара мал болсын, барлығына да өте қолайлы жерлер. Ал енді егін шаруашылығымен шұғылданамын десеңіздер, ол да болады. Негізінен бидай, жүгері қатарлыларды егуге болады. Суарудың қажеті жоқ. Судан қиыншылық көруге болмайды. Су дегеніміз баршылық, суаратын болсаңыздар, су деген баршылық. Солтүстік районның және бір ерекшелігі бұл жерде көлдер көп. Көл дегеніңіз енді саны өте көп. Әрбір ауылда бірнеше көлден бар. Бұл көлге қаз, үйрек бағуға да қолайлы. Қаз, үйрек бағу, соны сатып, соны жан бағатындар да көп. Балық өсіріп, балық шаруашылығымен шұғылданатындар да көп. Әйтеуір негізі енді солтүстік районға келсеңдер, жан бағамын десеңіздер, барлық нәрсе табылады, барлық кәсіп табылады. Қорықпаңыздар, келіңіздер. Біздерді қарсы аламыз. Бұндай тамаша жерлерге келмей қайда баруға болады? Мына жердің барлығы жайлау ғой, мынау жайлау. Тек қана бұл жерде енді тау жоқ демеген болмаса, енді кең жазық жерлер. Жайлау ғой, бұның барлығы жайлау жерлер. Келіңіздер, бізбен хабарласыңыздар. Сіздерге көмек көрсетеміз, жол көрсетеміз.